Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Жапон халқының тағам салынған құмыра ертегісін айтып беремін. Бір патшаның құмырасы болыпты. Ол құмыраны Қытайдан алдырған. Құмыраға 3-4 саусақ сияды. Патша құмырасына хош иісті, дәмді тағамды салып қояды екен. Патшаның Дизия деген кішкентай кезінен бастап қызметші болып жұмыс істеп жүрген қызметшісі бар екен. Ол кісі қартайғаннан кейін ақылынан адаса бастаған. Бір күні Дизия патшаның сарайын жинап жүреді. Ал патша болса, өзінің хош иісті, дәмді тағамын жеп отырады екен. Дизия ойлайды, мына құмыраның ішінде тәтті тағам бар шығар, деп. Дизия патшаға: «Патша, бізге де беріңізші, бізде дәмін татып көрейік», дейді. Патша: «Бұның ішінде жай ғана тағам ғой», деп Дизияға ұсынады. Дизия 5 саусағын салған кезде құмырадан қолы шықпай қалады. Дизия қолын тартса құмырадан, құмыра қыса беретін тәрізді. Сөйтіп патша өзінің басқа қызметшілерін шақырады. Ал қызметшілері болса, құмыраны әрі тартады, бері тартады. Сөйтіп құмыра сынып кетеді. Патша «Құмырам» деп қатты қайғырады. Дизия: «Хе-хе-хе, есесіне қолым аман қалды ғой», дейді. Сөйтсем, Дизия құмырадағы тағамды қолына ұстап тұр екен. Балалар, Дизиянікі ашкөздік пе, әлде басқа нәрсе ме? Комментарияға жазып кетіңіздер. Айтпақшы, бұл ертегі ұнаса менің арнама жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.